biz Meyramgul apa екеуміз тәжірибе жасаймыз. Тәжірибе арқылы ауаны зерттейтін боламыз. Достар, біз табиғатты аялап, ауаны ластамауымыз керек. Дұрыс айтасың, Сабина. Сабина, сен осы ауаны көріп тұрсың ба? Жоқ, ауа көзге көрінбейді. Мен сізге дәлелдеп берейін. Сезіп тұрсыз ба? Мен сезіп тұрмын. Дұрыс айтасың, Сабина. Ауаны мен де сездім. Қанекей, Сабина, енді осы ауаға зерттеу жасап көрейік. Ол үшін бізге мына қағазды сен бүктей қой. Умаждап, алақанға салып бүктей қой. Ал мен мына ыдысқа су құяйын. Ал Сабина, сен қағазыңды стакан ішіне орналастыра қой. Ал енді Сабина, осыны су құйылған ыдысымызға төңкеріп көрейік. Ал енді қарап көрейік. Ал Сабина, қағазды ала қойшы. Ал Сабина, не байқадың? Бұл су болған жоқ. Су болған жоқ, дұрыс айтасың. Қалай деп ойлайсың сонда? Себебі біздің стаканымыздың іші ауаға толы болды. Ал ауа болса, қағаздың ғалып артып су болмауына кедергі жасады. Тәжірибеміз қызықты болды ма? Иә. Ал Сабина, келесі қызықты тәжірибеміз, мен мынау шыны стаканға су құяйын, иә? Су құяйын. Осы суға Сабина, көшемен үрлеп көрші. Қане Сабина, не байқадың? Көпіршік. Көпіршіктер шығып жатыр. Қалай ойлайсың, көпіршіктер қайдан шығып жатыр? Ауадан. Мен ауаны жылытып, түтікше арқылы шығардым. Дұрыс айтасың. Сен түтікше арқылы шығарған ауа судан шығып кетіп, неге деп ойлайсың? Білмедім. Себебі ауа судан жеңіл болады. Сондықтан суға сақталмай ауа сыртқа шығып кетіп жатыр. Тәжірибеміз ұнады ма? Иә. Келесі қызықты тәжірибемізге көшейік, иә? Мінекей мен алдын ала кесілген, мінекей кішкене тесігі бар, кесілген пластикалық бөтелкеге су құйып дайындап әкелдім. Осы суға мына түтікшемізді салып, қане Сабина, сен мына шарға ауа толтыршы. Толтыра қой. Енді шарыңды маған бере қой. Бұның ішіне не толтырдың? Ауа толтырдың, иә? Енді ауа толтырылған шарымызды су құйылған пластикалық бөтелкемізге орналастырайық. Не болып жатыр? Су құйылып жатыр. Қалай деп ойлайсың? Неге деп ойлайсың? Білмедім. Себебі шарымыз біздің, ауа толған шарымыз пластикалық бөтелкенің ішіне ауаны қысыммен айдап жатыр. Ал ол бізге суымыздың сыртқа ағуына көмек беріп жатыр. Тәжірибеміз ұнады ма? Иә. Жарайсың, Сабина. Достар, сендерге біздің тәжірибеміз ұнады ма? Келесі кездескенше сау болыңдар.